Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Эфирде IT жаңалықтар. Студияда мен Ажар Заманғазинова. Бүгінгі жаңалықтардан көретіндеріңіз. Қазақ зиялылары тіл мәселесімен тағы да бас қосты. Хатудың жас стартап кәсіпкерлері кімдер? Web of Science платформасына мақала жариялау үшін не қажет? Бірінші курс жастары ресми түрде IT университетінің студенті атанды. Бұл кешті білім алушылар асыға күтті. Жастар өміріндегі ерекше шарадан бейнематериал. Бірінші қараша халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде студенттер қатарына қабылдау кеші. Білім ордамызда бірінші курс үшін студенттер қатарына қабылдау кеш өтті. Бұл күн білім алушыға таңдаған мекемесінде даму сапарының бастапқы нүктесі. Бүгінгі шараға азаннан бері дайындалып, мені қазір бір 10-11-лерде осы іс-шарамыз бітіп жатыр. Менің ойымша іс-шара өте жақсы өтті деп ойлаймын. Студенттерге ұнады деп ойлаймын, үміттенемін. Және осы іс-шара студенттердің жүректеріне қалады деп үміттенемін соған сенімдімін. Кеш Асқар Құсыпбекұлының жылы сөздерімен құттықтауларынан басталды. Шара енді студент атанған түлектер үшін аяйты отбасының бір бөлігі атанғандығын сездіруге бағытталған. Это посвящение очень прекрасно, особенно с приходом хедлайнера Киса-Сладкого. Это, я считаю, важное мероприятие для всех студентов. Побольше вот таких мероприятий. И, в принципе, сам по себе МУИТ очень классно все организовал, мне понравилось. Бұл мереке ойын-сауық қана емес, сонымен қатар академиялық және кәсіби мансаптың маңызды бастамасы. Студенттер кеш барысында бір-бірімен танысып, тіпті ұйымдарға кіруге де ниет етіп жатты. Ажар Заманғазинова, Дана Ғалым, IT жаңалықтары. Халықаралық ақпараттық технологиялар университетіне жаңадан қабылданған студенттер білім ордасындағы түрлі ұйымдарға мүше бола алады. Осы мақсатта IT-де арнайы жәрмеңке ұйымдастырылды. Жыл сайын өтетін шарадан тілшіміз Дана Ғалым. Welcome Day жаңадан келген студенттер үшін университет қабырғасымен танысуға және түрлі іс-шараларға қатысуға таптырмас мүмкіндік. Белсенді және ең талантты жастар өз бетінше әртүрлі іс-шара өткізіп, таңғалдыратын жобаларды басқарады. Өтіп жатқан жиынға бірінші курс студенттері ерекше атсалысуда. Маған Welcome Day ұнап жатыр, барлығы жақсы өтіп жатыр. Барлық ұйымдар мені шақырып жатыр өздеріне. Мен мүмкіндігімше қатысып жатырмын барлығына. Welcome Day-де 15 ұйым өздерін таныстырды. Олардың ішінде интеллектуалды ұжымдар, спорттық командалар, қайырымдылық пен шығармашылық клубтары бар. Шарада би де, ән де шырқалып, ойындарда ойнатылды. Мен волонтерлар организациясынамын. Біз осы іс-шараға 2 аптадай дайындалдық. Және де біздің мақсатымыз адамдарға көмектесіп, жақсы жаққа өзгерту әлемді. Хатудың студенттік қауымдастықтары жастардың оқу ордасындағы кездерін қызықты да көңілді өтуіне ат салысып, түрлі жарыстарға қатысып, жүлделерге ие болуда. Біз осы іс-шараны өте қатты көп күттік. 2 аптадай дайындалып, міне бүгін осы жерге келіп, өзіміздің адамдарға отбор жасап жатырық, жинап жатырық. Егер сіздер дамушы бизнес орта іздесеңіздер, Янаксқа келіңіздер. Дана Ғалым, Ажар Заманғазинова, IT жаңалықтары. Қазақ зиялыларының қатысуымен ана тілімізді ардақтай қатты дөңгелек үстел өтті. Көтерілген басты мәселе қазақ басылымдарының оқырман санының азаюы. Бұдан бөлек тағы қандай себептер бар? Мәселенің мән-жайын бағамдап көрейік. Қазақ зиялылары тіл мәселесімен тағы да бас қосты. Бұл жолғы мәселе қазақ басылымдарының оқырман санының азаюы. Сол себепті газет оқуға қызығушылықты арттыру мақсатында ана тілімізді аялайық дөңгелек үстел өтті. Ең бастысы біз жаңағы арнайы байқау өткізгенімізде біз ана тілі газетіне жас буынды оқуға шақырамыз. Және сол бағытта біз әлеуметтік желілер мен интернет ресурстардағы жұмыстарды күшейтеміз. Алдағы уақытта ана тілі газеті тек қағаз жүзінде ғана емес, интернет кеңістігінде де өте танымал болуын қалаймыз. Оның арнайы парақшалардың жұмысын жандандыруды, жетілдіруді көздейміз. Ана тілі газетін бірнеше жыл басқарған Қали Сәрсенбайдың сөзіне жүгінсек, дәл қазір қазақ газеттеріне сапа қажет. Сондықтан ұлттық басылымдар басына дарынды жастар келуде. Бұл ақпарат құралдарына жаңа леп әкелері сөзсіз. Ұлттық құндылықтар мен дәстүрге берік болу, елдік, тіл мәселесі ұлттық басылымдар үшін өзекті болу керек. Қоғамда атмосфера қалыптасып кетті, смартфон деген балаларды баспасөзді оқуды, кітапты оқуды құрып кетті. Ол жалғыз біздің трагедиямыз емес, әлемдік деңгейде. Содан өздері жеңгізіп, әуелі көркем әдебиетке, баспасөзге ниеттерін алдыратын болып өздері рухани жеңу керек. Ана тілі газетінің бас редакторы Ерлан Жүністің айтуынша, басылымда жаңа айдарлар ашылған. Онда ұлттық, халықтық, мемлекеттік құндылықтарымызды насихаттайтын материалдар жарияланады. Бұл оқырмандарымызбен ұлттық мүдде тұрғысынан байланысымызды нығайтуға септігін тигізеді. Бізде
бірнеше айдарлар бар. Мысалы, ұлттық академиялық кітапханасы мен ұлттық кітапханамен бірлескен бітік, жаңағы ұрпақ оқымаған кітап деген секілді. Ол былайша айтқанда жай күні интернеттен табылмайтын, жай кітапханадан іздесеңіз табылмайтын архивтерде жатқан ең құнды кітаптар біздің оқуымыз керек. Жиын барысында мемлекеттік тіл мәртебесін көтеруге қатысты да пікірлер айтылып, оны көтеруде жастардың орны ерекше екендігі аталып өтті. Сол себепті ана тілінің қадірін арттыру үшін ұлттық басылымдарды жастар арасында айрықша насихаттау мәселесі тұрғандығын ешкім жоққа шығармайды. Ажар Заманғазинова, Дана Ғалым, IT жаңалықтары. Қату жас волейболшыларды өз алаңына жинап жолдастық кездесу өткізді. IT студенттері UAB және Ақтөбе құрама командаларымен бақ сынасты. Тартысты ойынның куәгері болған тілшіміз Дана Ғалым материалында. Спорт адам өмірінде маңызды орын алады. Сол орынды сабақпен қоса таразы басында тең ұстау оңай жұмыс емес. Осыған орай Қату студенттерге волейболдан жарыс ұйымдастырып, керемет мүмкіндік табыс етті. 30 қыркүйек күні Халықаралық ақпараттық технологиялар университетінде волейболдан жолдастық кездесу өтті. Ойын Қатудың ақпараттық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздік студенттері мен Ақтөбе құрама командасы арасында өтті. Жақсы өтті, өте тартымды болды. Готовились, сыграли. Вот и результат. Все, спасибо за игру. Ойын соңы 2-1 есеппен бітіп, жеңіс ақтөбеліктердің еншісінде болды. Жанкүйерлердің көңілі көтеріліп, ойын тартысты өтті. Бұл ойын ойыншылардың ғана емес, көрермендердің де құштарлығын арттыруға септігін тигізді. Бізде просто екі основной игрокымыз келмей қалды, сол үшін ұтылып қалғанбыз, сол себеппен. Дәл осы сайыс сияқты 28 қазан оқу ордамызда қыздар арасында волейболдан жолдастық кездесу өтті. Аяйту мен UAB құрамалары ойнады. Ойын соңы 2-0 есебімен Қату құрамасы жеңіске жетті. Ойын өте жақсы деңгейде, жақсы темпте өтті. Басын жақсы басадық, солай жақсы аяқтадық деп ойлаймын. Бұл жеңіс күрес қана емес, сонымен қатар әртүрлі университеттердің студенттері арасында достық қарым-қатынас орнату. Осы ойындарға байланысты Қату құрама команда жаттықтырушысының ойын білейік. Пока сыроваты. Для этого и существует матчевая встреча. Следующая, это будет встреча с Академией Штурм. Это 10-11 класс, лучшие игроки 10-11 класс. С надеждой, что они пополнят наши ряды через пару лет. Ажар Заманғазинова, Дана Ғалым, IT жаңалықтар. Аяйту Қазақстанның IT саласындағы ең үздік мамандарды даярлайды. Сол мақсатта университетімізде жас стартап кәсіпкерлер үшін демо-дэй өткізілді. Толығырақ Дана Ғалым тарқатсын. 27 қазан көптен күткен Аяйту Innovation бизнес инкубациясы екінші легінің қорытынды іс-шарасы өтті. Кеш барысында қатысушылар өз жобаларын ұсынып, кофе-брейк кезінде ұтымды идеялармен бөлісті. Қатуда білікті мамандар тағы да бас қосты. Жас стартап кәсіпкерлер үшін демо-дэй 0223 өздерінің инновациялық жобаларын көпшілікке және демеушілерге таныстырды. Апта сайын каждый жұма сайын питчингтер болды. Олардың барлығына келу арқылы біз деген өзіміздің ораторлық қасиетімізді дамыттық. Бұл біздің номинация алғанымызға, жүлде алғанымызға өте қуаныштымыз. Қаз Innovation инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігі бизнес-инкубаторларды қолдау жөніндегі бағдарламаны іске асыру шеңберінде Аяйту Innovation орталығында 1,5 айлық инновациялық идеяларды инкубациялау бағдарламасын өткізді. Қаз Innovation ұлттық агенттігінің қолдауыменен және біздің университеттің әкімшіліктің тарапының қолдауыменен және де бізде осы жылы демеушілік еткен Юнихаб және Пайда компанияларының қолдауыменен өткен демо-дэй іс-шарасы өте сәтті өтті деп есептеймін. Іс-шараға атсалысқан қазылар алқасы өте экспертті тұрғыда жақсы сарапшылық етті. Мүмкіндіктерінше өздерінің былайша айтқанда бейтарап көзқарастарын айта өтіріп, керекті жобаларды дамуына, олардың жобалардың кейінгі деңгейіне шығуына ықпал етуге толыққанды өздерінің ақыл кеңестерін берді. Қаз Innovation инновацияларды дамыту жөніндегі ұлттық агенттігінің директоры Данияр Асылбекұлының айтуынша, Қату жобаларының сапасы әдеттегідей жоғары дәрежеде. Жас кәсіпкерлер ерекше жобаларымен қазылар алқасының көңілінен шыға білді. Очень хорошее мероприятие в плане того, что качество проектов, как всегда, будет на высоте. Рад, что у молодежи есть большой потенциал. В целом ожидания совпали с реальностью, потому что я понимал уже не первый раз в этом вашем инкубаторе или технопарке.
Казброкер Инвест және Тареда компанияларының өкілі Тайыр Орынбасарұлы экономикалық жағынан әлсіз болса да, креативтілікпен көзге түсе білген жобаларда адам назарын өзіне тарта алды дейді. Я здесь не в первый раз, поэтому, в принципе, было ожидаемо. С одной стороны, уровень проработки именно экономической части, конечно, у ребят невысокий. То есть есть куда стремиться, есть над чем работать. Я это в комментариях, в вопросах указывал. С другой стороны, вот степень самой детализации технической части проекта, идей, она мне нравится. И поэтому всегда вот я с удовольствием смотрю на презентации. Желаю им больших успехов в реальной жизни. То есть не только на этой рабочей площадке, но и чтобы они все реализовывали. Шара барысында Данияр Асылбекұлы, Тайыр Орынбасарұлы, Әли Ахметұлы, Әзім Шәмілұлы, Садық Шерімбек, Сара Ерғали қызы жобаларды олардың әлеуметтік маңыздылығы мен әлеуетін ескере отырып бағалады. Дана Ғалым, Ажар Заманғазинова, IT жаңалықтары. IT оқытушылары зерттеу еңбектерін танымал ғылыми журналдарға шығару бойынша арнайы мамандардан кеңес алды. Білім ордамызда Web of Science тізіміне кіретін журналдарға мақала шығаруға көмек ретінде арнайы семинар өткізілді. Оқытушылар мен магистранттарға ұсынылған шараны әріптесім Дана Ғалым көріп қайтты. Жоғарғы оқу орындарының оқытушыларына Web of Science тізіміне кіретін журналдарға мақала шығару қиынға соғады. Себебі қандай да бір ғылыми атақ дәреже алу үшін осы тізімдегі басылымдарда мақаласы болу міндеттелген. Осыны алдын алу мақсатында арнайы семинар өткізілді. IT оқытушылары зерттеу еңбектерін танымал ғылыми журналдарға шығару бойынша арнайы мамандардан кеңес алды. Ғалым Инеш Кенжина Web of Science мәліметтер базасымен тиімді жұмыс істеу жолдарын ұсынды. Как фильтровать именно журналы, как искать журналы. И на самом деле очень хорошая аудитория, интересные вопросы. Я очень рада была провести сегодня семинар. Web of Science ғылыми зерттеулерді іздеу және бағалау, сондай-ақ зерттеушілерге олардың шығармаларының әсерін зерттеуге және ғылыми әдебиеттердегі тенденцияларды зерттеуге көмектесетін дәйексөздерді талдау үшін қолданылады. Магистранты будут использовать данные навыки, что сегодня получили, публиковать свои статьи в данных журналах. Зерттеушілердің айтуынша, Web of Science университеттің ғылыми потенциалын арттыруға бағытталған құрал. Бұл сонымен қоса библиографиялық зерттеу тізімдерін жасауға, ғылыми зерттеу жұмыстарын түбегейлі жүргізуге пайдасы зор. Шараға магистранттар мен докторанттар да қатысып, болашақ ғылыми жұмыстарына қажет мәлімет алды. Публикации, потому что все, что в Web of Science и в Scopus используется, оно слишком, скажем так, для более высокого уровня научных исследований, а магистрантам надо все-таки давать какой-то немножко попроще барьер, хотя бы там показывать какие-то вещи. А так в целом это очень полезно. Web of Science мәліметтер базасы мен тиімді жұмыс істеу жолдарына бағытталған семинар тұрақты түрде өткізіліп тұрады. Бұл республикадағы барлық жоғарғы оқу орындарын қамтиды. Дана Ғалым, Ажар Заманғазинова, IT жаңалықтары. Бүгінгі жаңалықтар легі осымен тәмам. Біздің парақшаларымызға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ажар Заманғазинова, арнайы IT жаңалықтар.